Так, мінекей дайындық тест нөмір 4-ші тестті сіздермен бірге талдайтын боламыз. Так, бұл жерде теориялық сұрақтарды жазып өттім, жауаптарын енді сызықтан кейін. Мысалы, целлюлоза болса, ол табиғи өсімдіктегі полимер, қан құрамында кездесетін көмірсу, білесіздер, глюкоза, бес көміртектен тұратын қаныққан көмірсутек, пентан, көміртек 5H12, пептидтік байланыс ұзындығы 0,25. Талшықтың жіктелуі табиғи химиялық азот пен сутектің қысыммен әсер етіп, оған үштік ретінде темірді қосып, аммиакты синтездеу технологиясы ұсынған ғалым Бош. Метилформияттың салыстырмалы атомдық массасы 60. Кеңістік полимерден К. Енді ақырындап есептеуге көше берейік. Так, 15 грамм хлор сірке қышқылынан алынатын амин қышқылының массасы деген. Давайте енді осы бірінші есептесек, хлор сірке қышқылы. Әдетте сірке қышқылы былай жазылады. Енді мына жерде бір сутекті орын ауыстырған нәтижесінде хлор сірке қышқылы. Ондай болса бірінші біз хлорды алдына жібере салайық. Так, бір сутекті алмасқаннан кейін қалған екі сутек қалады. Сол H. Так. Алынатын амин қышқылы дейді. Амин қышқылын алу үшін аммиак газын қосамыз. Нәтижесінде амин қышқылы түзіледі. Так, аммоний хлорид түзіледі. Теңестіріп жіберейік. Так, 15 грамм жерге қояйық, 15-ті. Сосын мына жерде бізде мынаны сұрап отыр. Амин қышқылының массасы деп неке. X грамм. Массаға массаны аламыз. Мынаның массасын есептейміз. 35-те 5 қосу 12, қосу 3, 12, қосу 2 жерде көміртек бар, 24, қосу 32, 2 жерде оттегі бар. Сонымен жалпы масса 94-те 5. Мынаның массасын осылай есептеп жүрейік. Есептегенде 75. Кретис әдісімен 15 пен 75-ті көбейтіп 94-те 5-ке бөлеміз. Осы кезде сан бізде шығады 12. Жауаптарын жерге жазып қойды. Так, кейбір кезде есептер кейбір есептердің жауаптары дұрыс емес болады екен слиптегі. Бірақ сонда да солардың жауаптарын жазып қойдым. Может, менікі қате болып қалмасын деп. Амин сірке қышқылын алу үшін 20% хлор сірке қышқылының 300 мертісін арқылы аммиактың қандай көлемін дейді. 20% хлор сірке қышқылының 300 грамм. Онда 300 граммның 20% хлор сірке қышқылындай болса, біз мына жерден бірден есептеп жүрейік. Масса тең 300 көбейту мынаны пайыздан құтылдырып жүреміз. 1-2 орын 0,5 болады. Сонда 60 граммы реакцияға түседі деген сөз. Так, хлор сірке қышқылының ерітіндісі арқылы аммиактың қандай көлемі өткізу керек дейді аммиактың. Мына реакция теңдеуін пайдаланамыз. Амин сірке қышқылын алу үшін дейді. Міне мынаны алу үшін. Ондай болса қайтадан осы реакция теңдеуін жасайық. Так. Осымен осы реакция теңдеулер арқылы есептелетін бірнеше есептерді құрастырдым да. Так, енді бізде хлор сірке қышқылының деп жатыр, хлор сірке қышқылы мынанікі бізде 60 грамм. Қандай көлемді өткізу керек дейді. Бізде аммиак газы. Аммиак газын біздің жерде 2 рет қояды. 2 литр дейміз. Мынанікі біз есептедік 94-те 5 литрға біз 22,4 аламыз. 1 молда 22,4, 2 молда 44,8. Осылай есептегенде негізі бізде 28-де 4 шықты. А жауабында 14-те 2. Негізі өздерінің слиптегі жауапты. Негізі мына жауап дұрыс деп ойлаймын.
Так, келесі олеум есептерін тоже біз сандарын өзгертіп кішкене құрағандай болдық. Так, 300 грамм 80% күкірт қышқыл ерітіндісіне 300 грамм күкірт триоксидінің қосылды. Түзілген олеумнің массасы және олеум. Бұл жерде массасы дегенде бірден есептей беруге болады. Екі ерітінді қосылды. Онда олеумнің массасы примерно 600. Бірақ енді нақты есебінде дәлелдеп көрсетейік енді. Біз әдетте стакан әдісін пайдаланған бұл жерде өте тиімді деп ойлаймын. Формула көбінде есте қалмайды. Бұл жерде 300 грамм. Бұл жерде күкірт қышқыл ерітіндісі депті. Күкірт қышқыл ерітіндісі болса, оның 80% күкірт қышқылы болса, оны есептеп жүрейік. 240 грамм күкірт қышқылы, ар жағындағы 60 грамм су болып тұр. Так, бұған бізде нені қосты? 300 грамм SO3-ті қосты, Так, олеум түзілді. Так, осы олеумның массасын және күкірт триоксидінің олеумдегі массалық үлесін есептеледі. Так, енді шешу. Бізде толыққанды реакцияға толығымен 100% түсіп кеткен қай зат болуы мүмкін? Соны зерттеп алайық. Бірінші, күкірт қышқылы. Мына жерде бар. Мына жерде күкірт қышқылы бар. Ол SO3-пен әрекеттеспейді, H2O-мен әрекеттеспейді, ондай болса, мұны қалады деген сөз. Олеумде де бар деген сөз. Сосын мына жердегі су, бұл жерде SO3-пен әрекеттеседі. И олеумде де SO3 бар. Ондай болса, су олеумде жоқ, сондықтан да су толыққанды әрекеттесті. Осы судан бастайық. Судың бірінші зат мөлшерін есептеп алайық, 18-ге бөліп. Сонда 3 бізде қанша болады? 3,33. Ондай болса, бізде реакция теңдеуі бойынша білеміз. Реакция теңдеуі бойынша осылай барлығы 1 мол, 1 мол, 1 мол, 1 мол. Сондай болса, біз 3,33, 3,33, 3,33 деп жеке-жеке мына жерден массасын есептеп жүрейік. SO3-тің реакцияға түскен массасы бізде 80-ге көбейтеміз 3,33-ті. 80 көбейткенде 266-да 4 болды. Ал енді мына жерде Y-тікін түзілгені күкірт қышқыл массасын есептеп жүрейік. Ол үшін мол санды біз көбейтеміз ненің күкірт қышқыл 98-дің массасына. Көбейткенде бізде 326-да 34 болды. 326-да 34. Енді анализ жасап жүрейік. Бізде олеумде реакцияға түспей қалған SO3 қалады, Олеумде реакцияға түспей қалған қайсы? Реакцияға түскен 266-да 4. Онда бізде берілген SO3-ымыз қанша? 300. Осыдан азайтып тастаймыз. Сонда азайтқан кезде 33-те 6. Бізде бұл артық деп қояйық, артық олеумге кетеді деген сөз. Енді массасын, олеумның массасын есептеп алайық. Олеумның массасын есептейміз. Олеумде базда біздегі мына зат қалады. 240. 240 қосамыз. Түзілген H2SO4 түзілгеніміз міне тұр 326. 326-да 34. Сосын бізде олеумде артық қалған тоже қосылады ғой. Осының бәрін қосамыз, сонда может осы 599-да 94 шығады. Енді несін табу үшін, үлесін табу үшін, әрине оның артығын 33-те 6-ны 599-да 94 қосқан бөліп барып 100-ге көбейте саламыз. Сол кезде шыға келеді. Так, келесі есеп, бағанағы есепке тоже реакция теңдеуіне кішкене есеп құрастырдық. Көлемі 3,36 литр хлор сутек газымен әрекеттесетін диметил, жоқ, мынау басқаша екен. Хлор сутек газымен әрекеттесетін диметиламин. Мына жерде қарап жүрейік, диметил. Ондай болса, аминнің екі аминнің өзі мынандай. Аммиак өзі 3, оның екеуі екі жаққа кетті деген сөз. Мына жақта біреу, мына жақта біреу. Метил. Так, мінекей. Біз формуласын құрадық. Енді осы әрекеттесетін, так, хлор сутекті білеміз. Хлор сутек. Сосын мынаны білеміз. Некейті қазір шешіп алдық.
Так, енді не қалды бізде? Мынау сутегі. Сутек. Енді бұлар әрекеттесу нәтижесінде бізде қосылу реакциясы түзіледі. Өйткені мына жерде бізде сутекті азотта бізде бос электрондар бар ғой. Сондықтан да бұл жерде мынандай қосылу реакциясы түзіледі. Қосылып алғаннан кейін мына жердегі хлор сутектің сутегін қосып алады. Енді бұл жерде бізде немене туралы болды? Бұл реакция теңдеуін бәрігі бір болып тұр ғой. Так, хлор сутек газы дейді. Мына жерге жазайық. 3,36. Әрекеттесетін диметилдің массасы дейді. Мынаның массасын сұрапты. Грамм сұрапты. Так, литр. Литрға біз нені аламыз? Литрға біз литрді алсақ болады. Литрға біз литрді алайық. 22,4 литр. Граммға біз граммды алайық. Так, мынаның массасы бізде так 24 қосу 7 қосу 14 так 45. Так, болды. Осылай есептегенде 6,75 шықты. Так, полимерлеу реакциясының механизмі радикалды. Бұл теориялық сұрақ. Кеттік. Так, мына жерге кішкене жоғарылатып алайық. Так, енді Кучеров реакциясының нәтижесінде шығымы 65% болып дейді. Ацеталдегид алған болса дейді. Жұмсалған ацетиленнің көлемі. В общем, ацетиленнен ацеталдегид алды. Алдегид алды деген сөз. Алдегид дегеніміз көміртекке бір оттек, бір сутек шалғанды деп түсінсеңіздер болады. Алдегид деген. Бір оттек, бір сутек. Аце дегенде сіздер білесіздер бір сутек бар деген сөз. Так, енді ары қарай жібере берейік. Ацетилен 2H2. Так, енді ацеталдегид алу үшін не істейді? Ацеталдегид алу үшін бұл сумен реакцияға түседі. Сонда этанол немесе ацеталдегид түзіледі деген сөз. Так, енді бұл қосылу реакциясы 4 сутек, 2 көміртек, оттек теңестіруді қажет етпейді. Так, енді бізде бірінші шығын берілді. Так, бізде шығын берілді, мына масса берілді. Мына масса бізде практикалық масса деп қарастырамыз, өйткені берілді. Практикадан біз нені есептейміз? Реакция теңдеу бойынша есептеу үшін теорияны табамыз. Онда болса бірінші осыны тауып алайық. Теориялық массасын қанша екенін, сосын реакция теңдеуінен қойып есептейміз. Не жерге есептейік? Бізде практика әрқашан азса не? Сондықтан да 65% аламыз. Теория бізде көп сан. 100% қанша деп аламыз. Осылай есептегенде 8-де 8 грамм шықты. Енді 8-де 8 қайда қоямыз? 8-де 8-ді мында қоямыз. Так, содан көлем, ацетилен көлем X литр. Сосын мына жерде литр болғанда 22,4 деп аламыз. Мынаның массасы бізде 44. Так, болды. Осылай есептегенде 4,48 шықты. Так, мына жерде 2,2. Жарайды болды. Мынаны көбейтіп бөлсеңіздер толығымен шығады. Мына жерде 0,2 мол болады ғой. Так, енді фруктоза кетонды спирт. Не үшін десеңіздер, бұл жерде көміртек 6 ғой. Так, 1, 2, 3, 5, 6. Осының біреуінде бұлай болып қарастырылады. Сондықтан да кетонды спирт. Өйткені мына жерде кетон тобы, спирт дегеніміз қалған жерлерде бұл жерде OH жүреді. Примерно жазғаным. В общем, екінші көміртекте мынандай кетон болады. Так, биорит реакциясы
білдіреді дейді. Полипептидтік байланысты білдіреді. Кеттік, есептеуге кеттік. 8-18 сірке алдегиді күміс оксидінің аммиактық ерітіндісімен толықтырғанда 10 грамм сірке қышқыл тұзды сірке қышқылының теориялық шығымын есептеңіз дейді. Сірке алдегиді. Сірке қышқыл десе СО алдегидтен кейін былай жібере саламыз. Күміс оксиді. Күміс өзі бөлінеді. Енді 8,8. Мына бізде 10 грамм ол практика болып есептеледі. Біз теорияны табуымыз керек. Біз бағанынан есептедік. 44. Мынаны енді есептейміз. Бұл қанша болады? Бұл бізде 60 болады. Сонда есептесе теориялығы 12 болады. Енді бізде шығын қанша? Практиканы теорияға 12 %. Есептегенде 83,3% болып шықты. Енді мына 18-ді сіздерге қалдырайын. Бағанағы есепті жоғары жағында реакция теңдеуіне құрастырған есеп. Хлор сірке қышқылы менен аммиак әрекеттескенде түзілетін амин қышқылының массасы дейді. Сірке қышқылы. Хлор сірке қышқылы. Кешіріңіздер. Хлор сірке қышқылы. Ана біз есептедік. Хлор сірке қышқылы. Аммиак. Жерде 2 аммиак болды ғой. Түзілетін амин қышқылы. Ол хлор аммоний түзілді. Тәпкенді кеттік. Енді не берді? Хлор сірке қышқылы. Мынау берілді. Сосын аммиак берілді. Енді қалай есептейміз? Бірінші мыналардың зат мөлшерін есептеп тастайық. Бірінші зат мөлшері. Мынаның массасы бізде 94. 94-те 5. Мына жерге қойып тастайын. 18-де 9-ды 94-те 5-ке бөлетін болсақ 0,2 болады. Мына жерде Y-де қойық. 18-де 7-ні бөлесіз 17-ге сонда қанша болады? 18-де 17. Примерно 1,1 ма сондай болады. 1,1. Енді салыстырайық. 1-1 болса, мынау бізде 0,2 болады. Мына жерде бір зат мөлшері 0,2. Екінші зат мөлшері 1,1-дің зат мөлшері 2-ның 1 жартысы. Бұл 0,5 болады. Бізде қайсы кішкене? Мынау кішкене. Осыдан қарастырамыз. Зат мөлшері, сонда бұның зат мөлшері 0,2 деп қарастырамыз. Массасын есептейміз де соны көбейте саламыз. Массасы бізде 75. 0,2-ні 75-ке көбейтеміз. Сонда 15 шығады. Енді мына жерде біраз көп жауапты сұрақтарды белгіледік. Сол жауаптары жаттап алсаңыздар болады. Мысалы, нитроглицерин ауыр тәтті сұйық, майлы сұйықтық, алкиндердің кетірілуіне қойылатын үштілер, табиғи газ дегеніміз ол пропан, бутан и құрғақ көміршқыл газы. Енді табиғи газ негізі метан, этан, пропан, бутан деп қарастырған, бірақ та септегі жауабы осы болып тұр. Пропан, бутан, құрғақ мұз деп. Сосын бензол молекуласына қосып алу реакциясы, бұнда білесіздер, 2 реакция жатады. Бірден қосып алады. Осындай. Сосын мына жерде сутекті қосып алады. Циклогексан түзіледі дегендей. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.